Сәлем достар! Бүгін сіздермен жұмсақ әрі дәмді тез дайындалатын пицца дайындаймыз. Дайындамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, өз комментарияларыңызды жазып өтіңіздер. Пиццаның қамырына қажетті құмшекер, пісте май, тұз, ашытқы, жылы су міндетті түрде, және ұн. Осы қажетті заттарымыздың барлығын суды, құмшекерді, тұзды, пістемайды, ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Және келесі кезекте ұнды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек. Жұмсақ, әдемі болу керек. Ұнды көп салып жібермейміз. Енді қажеттілігіне байланысты саламыз, бірақ ұнды көп салып жібермейміз. Қамырымыз дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Міне қамырымыз дайын. Ыдыстан алып, пиццаның дайындау әдісіне көшеміз. Яғни бұл қамырымызды бөліп аламыз бөліктерге. Бөліп алғаннан кейін пергамент қағазын дайындап, соның үстіне бөлінген бөліктегі пицца қамырымызды жаямыз. Қамырымыз дайын болғаннан соң кетчуп пен майонезімізді араластырып, пиццаның қамырына видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемелеп жағамыз. Осы уақытта печкамызды қосып қойсақ болады. Өздеріңіздің печкаларыңыздың градусына қарай қосасыздар. Мен 150-160 градусқа қойдым. Және осыны жағып болғаннан кейін мендегі пиццаның салмасына колбасаны турап салам және сырды. Бірақ өздеріңіздің салмаларыңызды ауыстырсаңыздар болады. Өздеріңіздің көңілдеріңізге қарай қай салманы ұнатасыздар, пиццаның салмасына өздеріңіз салсаңыздар болады. Енді осылай колбасаны салып, дайын тұрған печкаға осы пиццамызды салып аламыз. Яғни дайын болған пиццамызды алғаннан кейін, біздің пиццамыз негізі 10 минутта пісіп қалады. Алып, теркадан өткізілген сырды пиццамыздың бетіне саламыз. Негізі пиццаның сыры көп болған сайын пиццамыз өте дәмді, әрі жұмсақ, тәтті болады. Енді келесі кезекте көріп тұрғандарыңыздай, негізі пиццаны көбірек салсақ, пиццамыз өте дәмді шығады. Қызып тұрған печкамызға осы салынған сырмен пиццамызды қайтадан печкаға саламыз. Бірақ көп мөлшерде ұстамаймыз. Кішкене ғана салып, қайтадан аламыз, және біздің пиццамыз дайын. Енді қазір видеода көргендеріңіздей, пиццамыздың қамыры өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Қамырының жұмсақтығы енді керемет. Жақыннан қарап көретін болсаңыздар, пиццамыздың қамыры өте жұқа, өте жұмсақ, әдемі шыққан. Негізі маған осыны пицца жасаған кезде кішкене осындай қызартып істеген ұнайды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кішкене ақшылдау пісірсеңіздер болады. Ас болсын!